Бала бірінші тапсырма бойынша мәтінді рөлге бөліп оқимыз. Кім шығады тақтаға? Сүйінбай мен Қатағанның рөлінде. Олжас, Асылжан келіңіздер. Олжас Сүйінбайдың, Асылжан Қатағанның рөлінде еніп, сіздер сол айтыстың үлгісін көрсетіп берсеңіздер. Ассалаумағалейкум, сәлем бердім. Мұбарак жүздеріңді жаңа көрдім. Атақтас жиырды құттықтауға бауырлас қырғыз елі саған келді. Жүрекке жеткізбейді қою шаңға, қосылар қырағылар қашқан аңға. Қан жатай қара байтып әтекеңе, келіп ем селен десе орман ханға. Қолжайып құрамақы өткендерге, аруағын атан қырғыз келдің жоқтай. Алдына қалың қырғыз келгеннен соң, жарайына қайтып кету көңіл айтпайды. Қыраға аспандағы ақиықпын, құмарым басылмайды орандықты. Сүйінбай, тоқтат сөзіңді. Ақын деп ойлайсың, мен тұрғанда өзің. Есі алаш кездесті, басынан өлең жаудырып. Бір қорайын тезіңді сыртыңнан іздеп жүруші. Барың болса қарышта, барар жері сезілді. Менің атым Қатаған, қоңыр бөрік асында. 500 жылғы мадаған, Сүйінбай тәуір ақын деп, мұның есін атаған. Аяғында қата бас, қырсықты жем қияған. Қатағанға Сүйінбай, орындырым келіп қатадан. Қырғыздан шыққан жүйрікпін, күс мойында қоян жоң. Тұлпардан туған жатаған, Сүйінбай сені жеңермін. Ешкімге де сүйінбай, сенің жеңілсем Қатаған болмай қатайын. Көк шешектен жатайын, тұрса әкеп мақтанып, 5 тиынға ұсатайын. Көптігімді айтайын, түніне шауып жараған. Жүйрік болып, жалын тараған, қара байтып, бегім бар Парижадан шынаған. Орман қанға балаған. Қашыма төрен қанымды, кіргіз деген жанымды, Қатағаннан жеңілсем, талап алған қанымды. Іздегенім осы еді, іздегенім табылды. Көппін деп айттың Қатаған, көптігін сенің қайда қалып. Шотаның ұлысын, қазағымды қаптатсам, жұртты қалған күшіктей айдалады ұлысын. Шапырышты елім бар, асқар таудай белім бар, байта жатқан елімнен шапырыштыған сенім бар. Тұлпар мініп жаратқан, жауын жеңіп қаратқан, маған қандай келмейді. Сұраншы салып аттанса, сыртқа жауға өлім бар. Шапырышты қалың ел, жауды көзі қаптаған. Саған қылып сызғанған, қараса үлкен ереді. Есім елге белгілі, асыл заттың аруаға дүркілер, басылмай әлі келеді. Тұлпар шапшып қайнаған, бар қазақтың ұлында. Оған асқан болған. Жақсы, орындарыңызға отырсаңыздар болады. Балалар, бұл айтысты сіздер үйде оқып бергендер, сол себепті осы айтыстағы Сүйінбай мен Қатағанның бейнесін Вен диаграммасы арқылы екеуінің бейнесін салыстырамыз және бұлардың ортақ қасиеттерін ортасына жазамыз. Бірінші дәптерге орындап аламыз, содан соң тақтаға кезек-кезегімізді шығарып аламыз. Тақтаға жазайық. Бірінші Сүйінбайдың бейнесіне байланысты Азамат келіңіз. Қандай сөз жазамыз? Қандай Сүйінбайдың бейнесі? Сабырлы. Тағы да Ердос. Сүйінбай. Сөзге шешен. Сүйінбайды көп түспен жазайық. Ал Қатағанға байланысты Арон. Мақтаншақ деп жазамыз. Шеңбердің ішіне жазайық. Толық үлкендеу көрінетін ғой. Тағы да Қатағанға байланысты Ақниет. Айтыскер дегенде негізі жеке қасиетке жазған дұрыс болады ма? Ортаққа ма? Ортаққа. Себебі Сүйінбайдың айтыскерлік бейнесі бар. Қатағанға байланысты Аида. Өзімшіл. Үлкендеу жазайық. Тағы да Кристен Сотарайық. Аружан. Тағы Ақниет. Айтылмаған нелер қалды? Ернұр. Ашулы. Тағы да айтысты үйде оқыды ғой. Аида. Мақтаншақ жазып өзімшілдігі, мақтаншақтығы. Тағы да Әсем. Тағы да Тәкаппар. Азамат шығып қояды тоқтаған. Жансая келіп жас тәкаппарды. Кім бұл тәкаппар? Қатаған кімде байқалды? Қатағанның бойында барысы. Тағы да Сүйінбайға байланысты. Сөзге шешен, өте жақсы. Тағы да Айдар намысшыл, намысқа тырысты дейді. Тағы бар ма? Жақсы, енді айтысты осы Сүйінбайды да Қатағанды да байланыстырып тұрған қандай ортақ қасиеттер бар? Алшық
Екеуі де айтыскер және айтыскер ақын. Тағы да бар ма екеуі байланыстыратын? Біз осы жерде бір нәрсені ұмытқан сияқтымыз. Жеке ерекшеліктеріне байланысты. Екеуі де өз Я енді соны ұлтын жазып кеткенбіз ба? Ерекшелік. Осыдан келдім. Сүйінбай қазақ, Қатаған қыз. Бұл қазақ қыз айтыс, тарихта үлкен алатын орны бар. Несімен маңызды бұл айтыс? Есімізге түсірейікші. Бұл айтыста кім жеңді? Сүйінбайдың жеңуінің себептерін айтайықшы. өзінің ата-бабалары. Аида. Өзінің шарадан тарап, жеті руға бөлініп, соның бәрін айтып берді. Өзінің қазақ елінің батырларын айтып берді. Сол үшін айтып алды. Жансая. Сүйінбайдың жеңу себебі басында ол Сүйінбай айтысты басында ол сәлемдесіп бастады. Ал Қатаған бірден оған сәлемдеспей, бірден оған тиісіп өзін мақтағаннан деп ойлаймын. Жақсы. Жеңісті қырғыз елі берді, иә? Айтыс сол қырғыздарда болғандықтан. Әсем? Бұл айтыста достықты көрсетіп, және достықты көрсетіп, жеңіске жетеді. Екеуінің арасында достықты көрсетеді. Жақсы. Балалар енді ноқтаға қараймыз. Tağdırdım tüyüp tastabay hayakau tas tumanın Tevvelsiz el bop kayta bas kuradım Жаратқан қылшам ойнын қамыт қиған Аңғал елдің әйтеуір ашты бағын Жер бетінен жойылған халықтар көп Азаттықтың сезе алмай ақшуағын Мың өліп мың тірілген қазақ қана Бостандық деп жырлайтын бастұраным Алтын күн аспанында самғай берсін Көк тудың бетіндегі жас қыраным Абай мен Фарабидің жылы бейіл Адамдық шыңындағы ақшынарым Ақыл ой қайнарынан адамзатқа Армансыз сусындатқан қос бұлағым Осы сөздер менің Есімнен кеткен емес сен дарыны боп жүрген кешек өткен кездер менің Бұлағам айтпай отыр сол 3 жылда бір айтысқа бір жоламай безген жерім Мен қайта келіп жүрмін доданың жіберместен кез келгенін Бір жағынан өзімде барындамын жүкеңе де ойлаймын сөз келмеуін Жас балалар құбылып барады деп қалай тартады безбендерін Өзімнің ішің сезіп тұрған шығар қызметте кімнің қалай өзгергенін Мынау бүгінгі заманға айтыстан кішкене үзінді көрдік 2020 жылы тәуелсіздік қарсаңында болған айтыс Бекарыс Шойбеков пен Мұхтардың айтысы Енді осы айтысты біз Қатаған мен Сүйінбай айтысымен салыстырып көрейікші. Сіздер дәптерге Т кестесіне жазыңыздар. Алдымен осы айтыстан көрген әсерлеріңізбен кішкене ой бөлісіп өтсеңіздер, иә? Кімдер айтады өзінің ойын? Өзіңіз айтайға. Нұрасыл? Қазіргі заманның айтысында өзіміздің елдің тәуелсіздігі туралы, ішкі саясаты туралы, жетістіктері туралы айтылған. Ал бұрынғы Сүйінбайдың кезіндегі айтыста олар өз елдерімен батырларын, жашыларын мақтап тұтқанын сөзбен жеткізген ғой. Жақсы. Қатаған қырғыз елінің, Сүйінбай қазақ елінің батырларын мақтанышпен айтып өтейін. Жақсы. Тағы да кім өз пікірін білдірді? Азамат. Сүйінбай мен Қатағанның айтысы ол Қырғызстан мемлекетінде болған, ал Бекарыс пен Мұхтардың айтысы Қазақстанда болды. Жақсы. Бұл да бір айырмашылыққа кіреді екен. Жақсы. Нұрсапа. Сүйінбай мен Қатағанның айтысы бұл ақындар айтысы, ал қазіргі Бекарыс пен Мұхтардың айтысы осы күнгі айтыстың тіліністері. Жақсы. Осы пікірлерді негізге ала отырып, Т кестесін толтырайық. Кестенің бір жағына Сүйінбай мен Қатаған айтысы туралы пікірімізді жазамыз, ал екінші жағына Бекарыс пен Мұхтардың айтысын қазір тыңдады, қысқаша үзінді. Сол бойынша өздерінің пікірлерін жазып шығыңыздар. Пікір білдірген оқушылар
оларға 2 балл қойып қоямыз. Ал осы кестесіне жазған мәліметтерімізді бөлісейік, иә? Кім өзінің ойын білдіреді? Әсем? Сүйінбай мен Қатаған көңіл айту үшін ел арасында айтысқан, ал Бекарыс пен Мұхтар өздері үшін танымал болу үшін айтысқан. Жақсы. Айдар? Бекарыс пен Мұхтар алтын домбыраға айтысқан, ал Қатаған мен Сүйінбай Қырғызстанға асқа барғанда, сосын сол жерде айтысып кетеді. Бұл жерде Сүйінбайдың суыр салма несі көрініп Жақсы, иә, суыр салма қабілетін ұстанбайды. Жақсы. Тағы да кім? Гүлсая? Сүйінбай мен Қатаған айтысы ол салты айтыстан да жатады, себебі олардың айтысында салт структуралды айтылады. Жақсы. Балалар, енді үй тапсырмасын беріп аламыз.